Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай әрі биік болып шығатын жұмсақ Наполеон тортының рецептін бөлісемін. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қажетінше ұнды ыдысқа салып аламыз. Барлық өлшемдерді, мен қажетті керекті заттардың өлшемдерін описание жазып қалдырамын. Сосын оған қатты мұздай болып тұрған сары майды үкіштен өткізіп, осылай ұнмен жақсылап араластырып аламыз. Енді қатты мұздай болып тұрған суға 1 шай қасық тұз қосамыз да, 1 ас қасық 6% үксіз қосамыз. Менде яблочный үксіз. Енді осыны қосып алған соң жақсылап араластырып жіберіңіздер. Су міндетті түрде қатты мұздай су болу қажет. Енді осы суды ұнға қосып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз осындай қатты болуы қажет. Енді қараңыздар, қамыр әлі бірікпей тұр бір-біріне. Осыны енді ешқандай су қоспай, барлығын біріктіріп, қатты етіп қамыр илейміз. Барлық әрекеттерді сіздерге мұқият көрсеттім. Осылай қамырмен әбден жұмыс жасап аламыз. Бір 4-5 минуттай қамырмен жұмыс жасап, осылай біріктіріп алған соң, қамырды дәл осылай пищевой пленкамен орап, 1 сағатқа холодильникке қалдырамыз. 1 сағат уақыт өтті. 1 сағаттан кейін қамырды алып, енді көржіктерімізді пісіріп алатын боламыз. Ең алдымен қамырды бөліктерге бөліп алмас бұрын осылай үлкендеу етіп жайып аламыз да, оны бүктеп, сосын барып бөліктерге бөлеміз. 8 бөліктерге бөліп, көршіктер етіп пісіріп аламыз. Дәл осылай бүктеп аламыз. Қазір осыны шамалы жайып жеріп, рулет секілдетіп орап, 8 бөлікке бөлеміз. Міне 8 бөлікке бөліп алдық көржіктарымызды. Енді біртіндеп жайып пісіре береміз. Оған дейін қалған көржіктерді холодильникте сақтаймыз. Жайып ретімен пісірем дегенге дейін қамыр жұмсарып кетпеуі қажет. Енді осыны пергамент қағазына салып, бірден формаға келтіріп кесіп аламыз. Себебі піскен кезде формаға кесем десеңіздер, ол кезде бөлініп кетуі мүмкін. Сол үшін піспей жатып, дәл осылай формамен кесіп, бірден
дайын етіп пісіріңіздер. Мінекей мен шетіндегі шыққан бөліктен алған жоқпын, бірге қосып пісірдім да. Сосын шетінен бөлініп тұрған нелерін алып, бетіне алып қоямыз. Оның шетінде шыққандардың барлығын жинап, оны тағы да бір коржик етіп жайып пісірудің қажеті жоқ. Уақыт экономдау үшін дәл осылай пісірсеңіздер болады. Қараңыздар, қалыңдығы дәл осындай болады. Осылай барлығын кесіп, рет-ретімен пісіріп ала бересіздер. Мінекей, қараңыздаршы. Пешке қойған кезде бір 200-210 градусқа қоясыздар ғой. Салғаннан бір 1-2 минуттан кейін өзі осылай болып көтеріліп бастайды. Әр коржик бір 7 минутта пісіп шығады ғой. 5-7 минутта. Енді өздеріңіздің пісіретін пештеріңізге байланысты қарап отырасыздар ғой, күйіп кетпесін. Дәл осылай көтеріліп, қытырлақ әрі жұмсақ болып пісіп шықты. Қараңыздар, осындай биік болып шықты. Мынаусы енді бетіне деп тағы да бір коржикті отдельно бетіне деп пісіресіздер. Себебі шетінен шыққан коржиктер жетпеуі мүмкін. Енді тортты жинаймыз. Тортты жинау үшін мен қайнатпалы крем қолдандым, яғни заварной крем. Енді бұған өздеріңіз басқа қалаған кремдерді, қаймақпен крем қолдансаңыздар болады, немесе қаймаққа кәдімгі не қоссаңыздар болады. Қойылтылған сүт, сгущенка қосып, осылай қалаған өздеріңіз ұнатқан креммен осылай тортты жинақтап шығамыз. Менде коржиктерімнен слишком ісім шықты. Қатты ісім шықпасын десеңіздер, вилкамен тесіп қойсаңыздар болады. Бізге осылай ұнайтын болғандықтан вилкамен қатты тескен жоқпыз. Шамалы күйген жерін алып тастаймыз. Егер пешті жоғары отқа қойсаңыздар, бірден қатты қызартып, күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін 200-210 градуста осылай пісіріп аласыздар. Қараңыздар, міне осындай болып шықты. Міне бір коржикті енді бетіне осылай майдалап, Наполеонның өзінің сәнін келтіріп, бетіне жан-жақтарына сеуіп шығамыз. Мінекей біздің тортымыз дайын. Қараңыздар, қандай биік болып шықты. Енді осы тортты кремдер жақсы сіңіп, жұмсақ болып шығу үшін бетіне дәл осылай ағашты қойып, тақтаны қойып, тарелка қойып қойдым. Комнатный температураға қоясыздар. Холодильникке салудың қажеті жоқ. Қараңыздар, міне жұмсақ болып шықты ғой. Міне осындай болып шығады жұмсақтығы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, комментария жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ас болсын!